Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзімнің постоянно үнемі жасайтын блинчиктің рецептімен бөліскім келіп отыр. Және де ең бастысы бұны кез келген қонақ келер алдында оңай тез жасауына салатын рецепттің түрін беремін. Алдымен мен міне керекті заттарды айтып кетейін. Айран, 200 грамм, 150 грамм сүт, май керек болады, 2 жұмыртқа, сода, сахар и ұн. Ең бастысы айранға біз 1 чайның ложкадан толтырмай сода қосамыз. Айранды алдын ала жылытып алдым. Жылы айранға соданы қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Екі жұмыртқа, одан кейін сахар. Сахарды әркім әрқалай салады. Мен кішкене тәттірек болып саламын. 3 қасық сахар саламын. Себебі кішкене дәмдірек, тәттірек болса балаларым жақсы жейді. Міне қараңыздар, қалай көпіршіп, қалай араласып, қандай реакция болып жатыр. Айранға соданы салып қойдым алдын ала. Сахарды салдық. Енді майды, 3 қасық май, үлкен қасықпен 3 қасық май құямыз. Үш қасық май. Осыны араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар болады, не болмаса осындай меншіктермен араластырсаңыздар болады. Оңай, ыңғайлы. Осыған 150 грамм сүтімізді құямыз. Тоже комнатный температура болу керек. Енді жаңағы дайын тұрған айранымызды құямыз. Араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды шамамен 300-400 граммдай ұн саламыз. Бізге алдын ала 1 бокал толтырып кипяток. Прям қайнап тұрған суды құйып алып келдім. Блинчигіміз әдемі ажурный болу үшін біз қайнаған суды алдын ала құямыз. Қазір дайын болған қоспамызға сол қайнап тұрған суды құйсақ, әдемі блинчиктің рецепті болады. Астына қажетті заттарды жазып кетемін видеоның астына. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасап отырыңыздар. Сіздермен бұдан да әдемі рецептермен бөлісетін боламын. Примерно 400 грамм ұн салдық. Мен негіз үй жағдайында көз мөлшермен істеп үйреніп қалғанмын. Ыдыстарының шамасын білем. Қайсысы 400 грамм, қайсысы 200 грамм, қайсысы 150 грамм. Барлығын біліп алғам, уже қонақ келеді дегенде жасай беремін. Міне осы қоспамызға дайын тұрған осындай қою қоспашы. Осыған біз 1 бокал ыстық суымызды құямыз. Бөліп әрине. Міне, блинчиктің тестасы дайын. Осындай әдемі теста шықты. Енді бұны сковородкамызды қатты қыздырамыз және соған бөлшек құятын боламыз. Дайындап алған тестамызды, жаңағы сұйық теста дайын болды ғой, осы тестаны қатты қызып тұрған табаға құятын боламыз. Қатты қызып тұрған табаға құйсаңыздар, осындай тесік әдемі блинчиктер шығады. Осылай шетінен пісіріп ала береміз.
Достар, міне блинчигіміз дайын. Әдемі ажурный болып шығады, міне. Тесік әдемі кестелі бұл. Жаңағы біздің рецептімізден 22 штук блинчик шықты. Міне. Тесік бір әдемі блинчик. Кез келген нәрсемен жеуге болады. Творог қосып жеуге болады ортасына. Қант пен творог, сметана араластырып. Не болмаса, сгущенка араластырып жағып берсеңіздер, балалар дәмді жеп қояды. Осындай әдемі кестелі блинчик шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, подписка жасаңыздар.